Мен көрсеткендей орап, бір-бірінің үстіне қойып кесіп шығатын боламыз. Бізде 4 бұрыш қамыр пайда болады, барлығын жайып, бетіне салмамызды салып шығатын боламыз. Мен көрсеткендей түйіп шығыңыздар. Ал енді тапамызды майлап, мантілерімізді тапамызға қойып шығамыз. Бір-біріне жақын араластыруға болмайды, жабысып қалуы мүмкін. Манты қазандағы су қайнаған кезде мантімізді қойып, 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мен айранмен қосып жегенді өте қатты ұнатамын. Дәмі өте керемет. Сіздермен болған бална